Ассалаумағалейкум, қадірменділерім, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге әрине футбол ақпараттарын жеткіземіз және кешегі өткен Чемпиондар Лигасына біраз тоқталатын боламыз. Ал сіздер болса біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырып және де достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Ал біз болсақ видеомызды бастайық. Реал Мадрид кеше Чемпиондар Лигасында қонаққа барды және Арсеналдан 3-0 есебімен қадалып қалды. Жалпы Арсенал үшін жақсы ойын болды, ал Реал Мадрид үшін өте нашар ойын болды. Енді команданың бас бапкері Карло Анчелотти өз ойын білдіре кетіпті. Мүмкіндігіміз өте аз, бірақ біз тырысып көруіміз керек. Нашар ойынға жауап беруіміз қажет. Мұны орындай аламыз ба, алмаймыз ба, оны да көреміз. Бүгінгі кештен кейін үміт жоқ сияқты. Бірақ футболда бәрі мүмкін болуы керек, деді Карло Анчелотти. Карло Анчелоттиның өзі де енді келесі кезеңде өтуіне сенімсіз сияқты. Реал Мадрид келесі ойынға жақсы дайындалуы керек және Арсеналды қонақ еткеннен кейін жақсы қонақ етіп күтіп алуы тиіс. Себебі енді келесі ойында Арсенал клубы қорғанысқа жатуы күтілуде. Және де Арсеналдың қорғанысын бұзып өтуі Реал Мадридқа оңай болмауы керек. Және де Реал Мадрид қолынан келгеннің барлығын жасау керек келесі ойынға өту үшін. Осы маусымда Реал Мадрид ешқандай трофей жеңмейтін болса, Папа Карло жұмысынан қуылады деген ақпараттар шығарып жатыр. Оны бізде жеткізіп отқан Mundo Deportivo басылымы. Реал Мадридтің жұлдызды ойыншысы Джуд Беллингемді ойын біткеннен кейін өз ойын жеткізе кетті баспасөз қызметіне. Мұны түсіндіру оңай емес. Біз үйлесімді біртұтас ойын орната алмадық, жеке әрекет етуге тырыстық, ал бұл бізде қарсы әсер етті. Өйткені ұйымдасуда біраз жоғалттық. Нәтижесінде қарсылас топты да ойынды жақсырақ бақылай отырды. Біз келесі ойында жеңіске жетуге мәжбүрміз, себебі Реал Мадрид корольді клуб. Енді Реал Мадридті ешкім жеңе алмайды және біз келесі кезеңге өте аламыз деген ойдамыз, деді Джуд Беллингем. Енді Джуд Беллингем өзінің командасына мотивация беріп жатқан сияқты. Менің жеке ойымша Реал Мадрид клубы келесі кезеңге өтеді. Реал Мадрид байқасаңыздар сонша камбэктерді істе асырған, енді Арсеналдан өте алмайды дегенге өзім сенбеймін. Реал Мадридқа соңына дейін сенемін. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Реал Мадрид келесі кезеңге өте ме, өтпей ме? Комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Арсеналдың бас бапкері Микель Артетаның өзі баспасөз қызметіне айтқан екен: мен Папа Карлоны құрметтеймін және Реал Мадридті өте мықты клуб. Бірақ біз қолымыздан келген кеше жасадық және ойыншылар өте керемет деңгей көрсете алды. Және біз Сантьяго Бернабеуге барғанда тағы да жеңіске жетеміз деген ойдамын, деді осы Арсеналдың бас бапкері Микель Артета. Микель Артета сәл артықтау кетіп қалған сияқты. Қарымта ойын бір аптадан кейін және Реал Мадрид келесі кезеңге өтеді дегендер болса, лайктарыңызды аямаңыздар. Реал Мадрид клубы туралы сөйлестік. Енді Мюнхендік Бавария клубы туралы сөйлесетін болсақ, Мюнхендік Бавария кеше өз алаңында Интерде есе жіберіп қойды. Команданың бас бапкері баспасөз қызметіне өзінің пікірін айта кетті. Интерде қарсы сырт алаңда ойнау өте қиын, бірақ біз өзімізді жеңілгендей сезінбеуіміз керек. Миланда мүмкіндік бар. Біз әлі де сенеміз. Бірінші ойыннан кейін еш нәрсе шешілмеді. Екінші ойында барлық мәселе шешіледі, деді Мюнхендің Баварияның бас бапкері Компани. Кешегі ойында немістерге қарағанда итальяндықтар өте керемет деңгей көрсете алды. Интер клубы енді өз алаңына барып бір гол салып алғаннан кейін Компанияның командасына қарсы қорғаныста жатуы күтілуде. Енді Мюнхендік Баварияның мүмкіндігі бар сияқты. 2 гол салатын болса келесі кезеңге өте алады. Ал Реал Мадридте болса 4 гол салуы керек. Реал Мадридтің мүмкіндігіне қарағанда Мюнхендік Баварияның мүмкіндігі жоғары келесі кезеңге өтуге. Достар, қарымта матчқа арналған болжамдарыңызды комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал біз болсақ видеомызды жалғастыра берейік. Пари Сен-Жермен клубы әлі де Маркус Решфордтан үмітін үзгені жоқ және Маркус Решфордтың өзін команданың бас бапкері Луис Энрикенің өзі қалап отыр. Астон Виллада қазіргі уақытта жалға өнер көрсетіп жүр және команданың президенті Насер Аль-Хелалфидің өзі айта кетіпті: Маркус өте талантты ойыншы және біздің командаға келсе біздің команда күшейеді депті. Менің жеке ойымша бұл жерде Маркус Решфордтың өзі Пари Сен-Жерменде бармағаны дұрыс сияқты. Пари Сен-Жерменде не көп? Вингер көп. Маркус Решфорд енді ол жаққа баратын болса негізді құрамда өнер көрсете алмайтын сияқты.
Rashford Aston Villada negizgi quramda o'ynab ko'rsatib jur, және kelesi mavsumda da bir mavsum qolib, және de Manchester Unitedga o'ralgani yaxshimi, yaxshi emasmi? O'zlaringizni kommentariyaga qoldirishni unutmanglar. Negizinde Rashfordning o'yini Aston Villada ashilib jur. Al Manchester Unitedga borатын bo'lsa, Aston Villadagıday o'ynay olmay жатыр. Endi Paris Saint-Germain klubining o'zi baxtlarini sinab ko'rmoqchi. Ne ko'p o'yinchilar ko'p bo'lsa da Marcus Rashfordni bir mavsumga alaylik, kerak bo'lmasa sata salamiz deb. Endi Paris Saint-Germain'de ақша ko'p. Endi o'sha 50 million yevroga sotib oladi degan axborotlarda bor. Hozirgi vaqtda Transfer Market portalida qona Marcus Rashfordning 50 million yevro alnasi Al-Hilal bo'lsa, Marcus Rashford uchun ақша ayamaytini yetkazib o'tir. Rashfordning o'zida ayta ketdi, men Ағылшын Premier Ligasidan boshqa joqqa borg'im kelmaydi debdi. Endi Paris Saint-Germainga borami, bormaymi? Uni da bizning arnamizdan bilib o'tirasizlar. Sol uchun arnamizga tirkelib qo'yingizlar. Bugun Chempionlar Ligasi жалғасады. Paris Saint-Germain o'z alangında Aston Villani qo'noq etadi. Al Katalonlik Barcelona bo'lsa, o'z alangında Dortmundlik Borussiani qo'noq etadi. Bu o'yinlarda kim jengishga yetadi? So'narini kommentariyaga qoldiruvdi. Unutmanglar, durust esepni topgan odamga 5000 tenge berатын bo'lamiz. Ikki o'yinning esebini durust topgan odamga 5000 tenge beramiz. Kelesi videoda chektirib ko'rsatатын bo'lamiz. Al do'stlar, biz janrimizni жалғастыра bereyik. Jorginho öte tecrübeli, akıllı, IQ жоғары oyunculardan biri. Ағылшын Premier Ligasına kelib öte mıqta trofeylerdi жеңіп aldı. Misalға Chelsea klubu men Europa Ligasını жеңді, және de Chempionlar Ligasını жеңіп aldı, және жылдың үздік oyuncusu болды, және алтын допқа басты ümitkerlerдің biri de болды. Jorginho Chelsea'dan ketdi. Odan keyin Arsenalga keldi. Arsenalda бастапқы маусымда, жарты маусымда негізгі құрамда өнер көрсетті. Odan keyin Mikel Arteta'ның өзі негізгі құрамға қоспай қойды. Себебі командаға жақсы жас ойыншылар келді. Мысалға Микель Мерино келгеннен кейін Jorginhoның авторитеті түсіп қалғандай болды, және авторитеті түскеннен кейін 75-ші немесе 80-ші минуттардан кейін ғана алаңға шығып жатыр. Todo Ficharhes басылымының айтуы бойынша Jorginhoға қызығып отқан Flamengo клубына баратын болса, Jorginhoның мансабы қайтадан жанданатын сияқты, және итальяндық клубтар да қызығып отыр. Енді итальяндық мықты клубтар қызығып отқан жоқ. Енді ортаңғы клубтар Jorginhoны алып қалса қалай енді ойынды жүргізе алар деп Jorginhoға қызығып отыр. Ал Flamengo клуб болса, қолынан келгенше Jorginho қалаған ақшаны беруге дайын. Jorginho'ны жібергеннен кейін Arsenal клубы Thomas Partey'nin kelişim şartı uzartqısı keledi. Thomas Partey'nin kelişim şartı осы маусымнан кейін өз мәресіне жетеді, және Thomas Partey осы маусымда жақсы ашылып жатыр. Thomas Partey'ге қызығып отқан каталондық Барселона ұжымы осы ойыншыны алғысы келеді. Partey әмбебап ойыншы, оң қанат қорғаныстарда өнер көрсете алады, және тірек жартылай қорғаушының да рөлін атқара алады. Енді Барса ұжымына баратын болса, Thomas Partey Барсаны күшейтетіні анық. Thomas Partey Барсаға баратын болса, жыл күнде мен негізі құрамға таласатын болады. Жыл күнде де қазір өте мықты оң қанат қорғаушылар. Ал достар, біздің жаңалығымыз осы. Енді арнамызға тіркеліп, лайк басып, әрине комментария қалдыруды ұмытмаңдар. Жаңағы ойынның шоттарын да комментарияда күтетін боламын.